Tağlarımdan bağım edim. Сразу қайталап жіберіңізші. Айтады, 7 маймыл 7 бананды 14 минутта жейді. Енді қалай 2 маймыл 2 бананды 14 минутта жейді? Енді сен не ойлап тұрсың, қанша минутта жейді деп тұрсың? 7 бананды 7 маймыл 14 минут бойы жейді. Значит, 2 маймыл 2 бананды аз уақытта жеу керек қой. Мен сенің әдемілігіңді асыра бағалап алған сияқтымын. Жоқ, айта салшы. Енді қара. 7 не дедің? 7, 1, 2, 3, 4, 7 маймыл. 7 маймыл, аға. Енді 7 банан бар. 7 банан әр маймылға қаншадан бұйырады? Бір-бірден. Әрқайсысы бір-бір бананды жейді. Бір бананды бір маймыл 14 минутта жейді. Не бұл ұзақ? Білмеймін ғой. Есептің шартысына. Енді 2 бананды 2 маймыл қанша минутта жейді? Аз уақытта жейді? Қалай екеуіне бір-бірден бұйырып тұр ғой? Мне уже этот мир абсолютно понятен. Бапты иқтар. Тұңға шейін миым жайыстып. Еще соны мені оятып, соны сұрадың ба менен? Иә. Неге? Ана миымды ашып жүрсің. Анандай сұрақ сияқты ғой, 1 килограмм темір ауыр ма, 1 килограмм мақта ауыр ма? 1 килограмм темір ауыр ма, 1 килограмм мақта ауыр ма? Темір ауыр? Ой, бәлі! Шығатын жағы аяқпын. 4 жұмыртқа. 4 жұмыртқа 15 минутта қайнайды. 4 минутта 15 минутта қайнап піседі. 1 жұмыртқа қанша минутта қайнап піседі? 5 минутта шығар. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, мәке, жотам. Остановись, бэби. 4 жұмыртқа 15 минутта. Жұмыртқа 15 минутта піседі. Оны мен кухнядан білемін. Негізі ақылдымын мен. Ақылдысың, әрім сен сияқты. Тұрға машин сен тексерейін деген ғой. Әрімді. Екінші ондай сұрақтар қойма. Давай. Өскемен, Атырау, Ақтөбе, Ақтау, Баку, Бишкек, Шымкент, Ташкент, Павлодар, Қарағанды, Астана, Алматы.